Қазақстан Республикасының Конституциясы елдегі ең басты заң құжаты. Ата заңда мемлекеттің қалай жұмыс істейтіні және халықтың қандай құқықтары бар екені жазылған. Елдегі барлық заңдар осы Конституцияға сәйкес болуы тиіс. Егер де бір ата заңға қайшы келсе, онда ол заңдық күшін жояды. Сондықтан Конституция халықтың құқықтары мен бостандықтарын қорғайтын негізгі құжат саналады. Сол себепті ата заңға енгізілген кез келген өзгеріс бүкіл ел үшін өте маңызды. Армысыздар ағайын, сәлем достар, есімім Аида Қыдырбай. Мен әлемдегі жаңалықтарды, оның ішінде Украина Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы мәліметтермен бөлісемін. Алайда 15 наурыз күні менің өзімнің елім үшін, яғни Қазақстан халқы үшін, Қазақстан үшін ең басты маңызы бар үлкен саяси науқан өтпекші, яғни референдум. Осы Қазақстан азаматтығы бар, яғни қолында көк құжаты бар Қазақстан тұрғындары, ол сыртта болсын, іште болсын, әрине біз барып дауыс береміз. Бір ғана сұрақ болады, өзгертуге қарсы, жоқ қарсы емес. Әрине осы себепті бүгін мен ақпарат саласында жүргеннен кейін, сыртта жүргеннен кейін, әрине осы заңға қатысты өзімнің де азаматтық пікірімді білдіргім келіп отыр. Әрине менің пікірім толығымен 100% бәрі дұрыс деп айта алмаймын. Әркімнің өзінің пікірі бар, және оны білдіруге тағы да осы азаматтық заңды құқы бар деп есептеймін. Сондықтан қазір қолға ата заңды алып тұрып, ескі және жаңа редакцияның қалай бір-бірімен қалай толықтырылғаны, не болмаса қай жерде қандай құқықтардың алынып тасталған, не болмаса кеңейгені туралы бірге оқып көрейік. Сіздердің тараптарыңыздан әрине комментарий және ана тілдегі, қазақ тілдегі ақпараттың барынша көп қаралуына септігін тигізеді деп ойлаймын. Ол үшін әрине сіздердің арнаға жазылғандарыңыз және комментарий жазғандарыңыз мен үшін өте маңызды. Сонымен 2026 жылғы 12 ақпанда осы жаңа Конституцияның жобасы жарияланды. Егер осы 15 наурызда, осы алдағы жексенбіде, небәрі 2 күннен кейін өтетін референдумда қабылданса, ол 1 шілдеден бастап күшіне енеді. Сондықтан әне-міне шынымен де біз толығымен бүткіл заңдардың басты құжаты ата заңды қабылдаудың алдында шынымен де аз ғана уақыт тұр, енді 2 тәулік қана. Сондықтан заңда көрсетілген негізгі өзгерістерді шынымен де оқып, бір-бірімізді көкжиегімізді кеңейтіп, әрине бір-бірімізге бөліссек те өте дұрыс болатын еді. Сондықтан да қазір нақты қандай өзгерістер бар екенін бір шолып өтейік. Сонымен ең алдымен кіріспесінен бастайық. Жаңа кіріспеде енді толығымен өзгертіледі. Соның ішінде жаңа редакцияны оқып көрейік. Біз бір тұтас Қазақстан халқы, яғни бұрынғыда ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы деп айтса, әрине бұл жерде бір тұтас Қазақстан халқы байырғы қазақ жерінде мемлекеттілікті нығайта отырып, ескіде мемлекеттік құра отырып, енді өзгертілмеген редакцияда ұлы даланың мыңдаған жылдық тарихының сабақтастығын сақтап, мемлекеттің унитарлы сипатын, оның шекарасы мен аумағының тұтастығына қол сұғуға болмайтынын нақтылап, әділетті Қазақстан идеясын және заң мен тәртіп қағидатын ұстанып, адамның және адамзаттың құқықтары мен бостандықтарының мүлтіксіз сақталатынын мәлімдеп, бірлік пен ынтымақ, этносаралық және конфессияаралық татулық қағидаттарына сүйеніп, мәдениет пен білім, ғылым мен инновация құндылықтарын бағдарға алып, табиғатты аялау қажеттігін мойындап, бейбітшілікке және барлық елмен достыққа ұмтылып, келешек ұрпақ алдындағы аса жоғары жауапкершілікті сезініп, Қазақстан Республикасының ата заңын, осы Конституцияны қабылдаймыз. Бұл жерде әрине менің соғыс көрген, шетел көрген, 15 жылдан бері жырақта жүрген азамат ретінде ұнайтын тұсы, әрине бұл барлық елмен достықта ұмтылып деген тұсы ерекше дұрыс деп ойлаймын, және табиғатты аялау қажеттігін мойындап. Енді менің көзіме ерекше түскен және өте құптайтын нәрсе әрине осы 2 дүние. Өйткені көріп отырсыздар, агрессиясы бар ел бар, туған құдай қосқан көршісіне көз алартқан ел бар. Сондықтан әрине татулықты, достықты ең басты кезекте қойып отырған кіріспесінде жазылғаны өте дұрыс деп есептеймін. Сонымен қатар 2 баптың 1 тармағында Қазақстан Республикасы президенттік басқару нысанындағы біртұтас мемлекет дейді. Ал енді қазіргі жаңа редакцияда
Қазақстан Республикасы унитарлы мемлекет басқару үлгісі президенттік республика деп жазылады. Және төртінші баптың бірінші тармағы мемлекеттік биліктің жалғыз қайнар көзі халық, ал қазіргі редакцияда Қазақстан халқы мемлекеттік биліктің жалғыз көзі және егемендіктің иесі. Егемендіктің иесі деген сөз қосылды. Біз енді Қазақстан халқы сыртта жүрміз, іште жүрміз, осындай жауапкершілікті әрине сезінуіміз қажет. Біз егемендіктің иесіміз. Және төртінші бап пен төртінші тармаққа келетін болсақ, ескі редакцияда республикадағы мемлекеттік билік біртұтас және конституция мен заңдар негізінде заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөліну мен бір-бірімен тежемелік және тепе-теңдік жүйесін қолдана отырып өзара іс-қимыл жасау қағидатына сәйкес жүзеге асырылады. Бұл жерде әрине тежемелік, яғни бір-бірін сынауы да мүмкін, бір-біріне қарсы келуі де мүмкін. Енді заңдар емес, атқарушы, сот тармақтары, заң шығарушы деген органдар. Ал енді жаңа редакцияда бұл тежемелі деген сөз жоқ, яғни бір-біріне енді тежелмейді ешқайсысы. Керісінше заңдар негізінде заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөліну және олардың өзара іс-қимыл жасау қағидатына сәйкес жүзеге асырылады. Енді бұны заңгерлер толық түсіндіре кетер. Менің ойымша тежемелікті қалдырғаны дұрыс еді. Өйткені бір органның бетіне жаңағы тежеп отыруы тиіс. Мына жерін толықтырып бір-бірін. Бірақ жаңа өзгертілуі мүмкін заң жобасында тежемелік деген сөз жоқ. Және екінші бапта 6-шы тармақ. Алғашқы рет теңгенің нақты ұлттық валюта екені көрсетіледі. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы ол теңге. Ақшамыз алғаш рет ата заңда осылай анық белгіленген екен. Теңгені эмиссиялау айрықша құқығы Қазақстан Республикасына тиесілі. Және бұл жерде әрине Қазақстанның ұлттық ақшасы теңге екені, басқада еврода емес, долларда емес, юанда емес. Құдайға шүкір, өзіміздің ұлттық ақшамыз теңгенің орны ата заңда айқын анықталып тұр. Бұл менің ойымша өйстіп айрықша атап өткені бәлкім дұрыс те шығар. Және зайырлы мемлекет туралы да айта кетейік. Бірінші тармақта Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықты және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады дейді. Зайырлы мемлекет, яғни осы жаңа заңда дін мемлекеттен бөлінген деп тағы да нақтылай түсіндіреді. Сондықтан дін мемлекеттен бөлінген деген тармақ өте дұрыс деп есептеймін, бірақ дін мемлекеттен бөлінген екен. Мемлекет басшыларының бәлкім жаңағы қажылықта жүрген суретін жариялау осы ретте орынды ма, орынсыз ба, ары қарай мен үшін белгісіз. Бәлкім араларыңызда дін мемлекеттен бөлінген деген тұсын нақтылап жазып өзінің пікірін айта кететін адамдар болса, мархабат. Сонымен, тағы бір тұсы жаңа тармақта 6-шы баптың 5-ші тармағында шет мемлекеттерден, халықаралық және шетелдік заңды тұлғалардан, шетелдік азаматтардан және азаматтығы жоқ адамдардан алынған коммерциялық емес ұйымдардың қаражаты мен активтерінің қозғалысы туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ашық және қолжетімді болуы тиіс деді. Яғни НПО-лар, қоғамдық ұйымдар енді шетелден қаржыландырмауы тиіс. Ашық және қолжетімді болуы тиіс. Бұл бір жағынан ашық мөлдірлік үшін жасалған сияқты болып көрінгенмен, бір жағдайда әрине қыспаққа алынуы мүмкін. Инагент деген салы орыстың заңы бар ғой, барлық заңдар жаңағы белгілі бір батыстың белгілі бір шетелдің қаржысымен қаржыландырып отырсыңдар деген сияқты қыспаққа алынбаса болғаны. Және 4-ші бап пен 1-ші тармақта мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық, ал қазіргісі Қазақстан халқы мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы және егемендіктің иесі. Мен оны жаңа айттым. Енді 7-ші бапқа қатысты әрине үлкен қоғамда дау болды. Ол Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл қазақ тілі. 2-ші тармағы 7-ші баптың мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады деп жазылған еді. Енді қазір жаңа заңда әрине
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі, және мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында қазақ тілімен қатар орыс тілі ресми түрде қолданылады. Тең деген сөздің орнында қатар деген сөзі қолданылмақ. Жалпы менің пікірім бойынша әрине қазіргідей қиын жағдайда деп айту келер ме, келмей ме білмеймін, бірақ тең мен қатардың ара қатынасы жоқ сияқты көрінгенмен, тең деген сөз бәрібір тең. Енді қатар деген қасында деген сияқты бәлкім болуы мүмкін. Сондықтан дәл қазіргі уақытта өзімізден бастаған жөн деген пікірге мен бәрібір қосыламын. Осылайша қазақ тілінде ақпарат айтып, бір-бірімізбен қазақша сөйлесіп, қазақша неғұрлым контент жасап, қазақшамен бәрібір осы тілге сұранысты арттырғаннан кейін, әрине көп жағдайда 30 жыл болды сұранысты арттыру керек еді. Мемлекет бәрібір қазақ тіліне акцент қою керек еді. Дегенмен де әрине қазақ тілінің дамуы ол бәрібір өзімізге байланысты. Сондықтан бұл тармаққа қатысты сіздердің де пікірлеріңізді білгім келеді. Және осы салыстырып жазып алған түсім өте көп. Сондықтан келесі ертең міндетті түрде жалғасын жасаймын. Ал сіздердің тараптарыңыздан әрине комментарий, арнаға жазылу, қолдауды асыға күтемін. Және сіздердің ойларыңыз жаңа конституцияға қатысты және референдумға барасыздар ма, бармайсыздар ма, бәрін маған жаза отырыңыз, бір-бірімізге кері байланыс берейік. Олай болса, келесі кездескенше.